Шымкент миллион командасы. Миллион шықса сақындаға кәдімгідей той болады. Көрерменде неге олай дейтін түрлі ой болады. Бұл сұраққа біздің жауап толығымен сай болады. Шымкенттіктер болып жатыр миллион. Миллион көрерменде қасалады миллион. Командасы ән салады миллион. Жанкүйерлер қол соғады миллион. Ұлттық арнада амандық бізден, саулық сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, Қырғызстан! Сонау Қазақстаннан келгеннен кейін, біз-ақ келіп тұр көрші елдерден. Сондықтан сонша жерден ерді шақырғаннан кейін дұрыс әңгіме айтайық. Бірден жақсы кәдім, серьезный әңгімелерден президенттен бастайық. Мына Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров мырза. Садыр Жапаров қой? Ауысқан жоқ қой? Нормально. Келген сайын ауысып тұрады дейді, сұрап тұрмасаң. Садыр Жапаров мырза, очки тағады ғой, кітап оқыған кезде жиналыстарда. Мен ойлаймын да, сол кісі очки таққанда көзі минус пе екен, плюс пе екен? По-моему, минус. Минус, е? Қырғызстан президенті Садыр Жапаровта ешқандай минус жоқ. Құтты болсын, брат. Көтерілдің, кеттің сен. Потолок, сен министр боласың. Мэр боласың болмаса. Неш. Ой, көпшікті қой жібердіңіз ғой. Пақтан қой жібердіңіз. Пақта қойдың. Менде пақта көп қой, кімге қой? Наксерге де қойып жіберсең жол. Қырғызым, бір туғаным, бауырларым. Мәңгілікке өзіңді сүйіп өтем. Көздеріңнен сендердің жаутаңдаған бір туған бауырларым, қырғыздарым. Қырғызстаннанмын ғой мен. Бәр бауырларым өздерің бір туған Нұрлан отыр ғой, жаным. Қалайсың, Нұрлан, жақсысың ба? Танисыңдар ма? Кім ол? Нұрланда ұрчы. Біздің Қайрат Нұртаспен өлең айтып жүрген ба? Қайрат Нұртаспен өлең айтқан жоқ, наоборот. Қайрат Нұртас Нұрланмен өлең айтты. Не было? Мэр, не было? Қой. Тихо, прокатите, пожалуйста, достарики. Қой ондайды. Не айтып тұрсың, Мансар сен? Не ол жағынып шықпай атып? Біздің қазақ қырғыздың ата-бабаларымыз туралықты бетке айтқан. Бұл қырғыз халқы шындықты тура айтады бұл. Сен андай мұндайын қарамайды. Мықтысың ба, дос күйдіріп айтады, дұшпан сүйдіріп айтады дейді. Мықтысың ба, бір туғаның ба, жаның аши ма, шындықты айт нерде. Айтам. Айтам, өзілуі шындық. Айт бұсай. Нұрлан, сен бар ғой, ұрларың бәрі панограммен айтасың. Сінің ба? Қатыныңнан қорқасың сен. Расына көресің ба? Мансұр. Тынышы. Нең бар Нұрлан братанда? Сен айтасың ба, мына отқан халықтың мұң жайын бәрін чоң ағаларға айт шындықты. Көп қой, проблемалар көп қой. Проблема жоқ Қырғызстанда. Қандай проблема жоқ? Көмір қымбаттап кетті, соны айт, дұрыс па? Көмірден қымбаттап кеткен. Одан кейін Бішкекте күніге свет өшіп қалады дейді, соны айтсай. Ол проблема емес. Сендер оны дұрыс түсінбей жүрсіңдер. Қара. Қазақстанда 18 миллион адам бар, Қырғызстанда 7 миллион адам бар. 6 миллион, 6. Пәкістаннан келгендер бар ғой. Олар да көбейіп жатыр. Қара, 7 миллион болады. Келесі жылы Қырғыздарда 18 миллион болады деген қазақтар сияқты. Көрдің ба? Қалай осы? Бір жылда қалай 18 миллион болады? Қара, свет нешін өшіріп жатыр. Көрдің ба? Өшіреді светті. Көбейесін.
өсірет. Сондықтан құрметті күйермандар, құрметті бір туғандар, айтайын, өкіметке бүйтіп, міне дей бермеңіздер. Жоғарыдағы министр ағаларға жұмыстарына араласа бермеңіздер. Олар да сіздердің жұмыстарыңызға араласып отқан жоқ. Bir туғандарыңыз қолдап отырыңыздар, миллион болыңыздар. Өзінің қызына SMS хабарлама жолдаймын деп қателесіп, анасына жолдап жіберген жігіттер түнгі клубта. Қыздар келген, қыздар шақырып. SMS жазды ма қыздарға? SMS жіберіп қойдым. Мағриба осы клуб ау деймін. Я кеңдер деді ғой арнайы. Апа! Не қылды? Не қылып жүрсіз түнгі клубта? Өзің ғой подругаңды алып кел дегеніңе Мағрипаны алып келіп отырмын. Апа, мен қызыма сообщение жазам деп сізге сообщение жазып. Ой, ятай, жүре Мағриба ят болады қайтайын. Брат, подругасын ақпалайықшы. Әже тоқтасаңызшы. Жалғастырамыз. Мектеп бітіргеннен 20 жыл болған ағаларымыздың 20 жылдық кездесуінде. Апай, не қылды? Апай, анаяқта Зарина бір жігітпен сүйісіп тұр. Сүйісі күйеу ғой 20 жылдық алып келген ғой. Оның күйеуі мен ғой. Албасы мектеп кезде сонда еді ол. Сонымен жалғастырамыз. Өзіне өте көп ап қоятын қатты звездовой етіп кеткен жігіт көшеде. Қанша жылдан бері Нұрландармен ырдап жүрміз. Осы көтеріліп кеткен білесіңіз, таза звезда болған. Саламатсың ол. Саламатсыз. Кім едіңіз? Апаңмын ғой. Апаң. Сонымен жалғастырамыз. Журналистер қауымның жүрмейтін жері жоқ. Сонымен 18-ші ғасыр, яғни қылым соғыста. Бұл сұрапыл соғыстың бітпегеніне 20 жыл болды. Аржақ қоймайды, бер жақ қоймайды. Сіздермен кешкі жаңалықтары тасқан ғана Зарком Ерболат орынған манзар бөбей мақсат. Арнайы жаңалықтар үшін. Тойға шығатын мини дискісіне 40 жыл болған ағамыз тойда. Ассалаумағалейкум, біргеміз болсын. Жаңбыр жоқ. Шудың бойында. Рахмет. Сонымен жалғастырамыз. Жаз мезгілі далада 50 градус ыстық, кішкентай Матиз машинасында қысылып, шаршап, оштан шыққан 3 жігіт. Терезен ашшы кішкене. Шаңғыреді ғой терезеге. Так кетті. Ыстық қой мына. Жүрмей кетті ғой мынау да. Бізге не азап? Не азап өзімізді қинап? Өзіміздің шуткіміз. Қалаған сөйлемейміз ба? Бергеш, кім? Хабарлауыш кеш? Кесе бер. Кеш бергеш. Айта беріңіз, не болды? Әна болмайды, короче. Айтшы, оштан келатқан 3 жігітте астарында Lexus 570 деп айт. 570? Полный кондиционер, комплектация, бүкілі осы. Жол теп дегістеш. Күн жаман іскетті. Кондер. Қолдарында сушняк деп. Фреш, сен қандай сушесің? Горилла берші, горилла. Горилла бере сал наған. Горилла бере сал. Сен не ішесің? Дизи. Бере сал. Полный бак деш, полный бак бензина. Болды. Айта берейін бе? Болды. Сонымен тамашалаймыз. Жаз мезгілі далада 50 градус ыстық, астыларына 570 мініп алған оштан шыққан жігіттер, қолдарында бір мұздай суы бар, кондер даканса қосылып тұр, ішінде зор өлең қойылып тұр. Өзімізді қинап атыр. Зор екен. Кім? Қызық болмай кетті. Хабарлаш беркеш. Не қылды? Бетші, ек қыз сапеш. Арт жаға. Ек қыз. Айтшы. Хабарлаш. Сосын тір жаңалаш болсыншы. Шле, жалғастырамыз. Бала күнімізде біз сырқаттанып ауырып қалған кезде аналарымыз бізге дәріні дәл осылай ішкізетін. Ішіп қой болды мына. Ішіп қойшы кән. Аузынды аш. Аузынды ашшы. Қара, папаң ішіп қойды. Ішіп қойшы кән. Көрді, папаң ішіп қойды. Көрді, міне. Ішіп қойшы ма? Қойшы мама, ашты. Аш емес ішіп қой деймін. Ішпейм.
Papa, qara, papang ish qo'yadi. Papa ish qo'yish. Papasi. Ish qo'ysin, ish qo'y. An. Ko'rma, papang ish qo'yadi. Жазылып кетесің, әде, жөтелмей жүр. Аузын, әде. İşpeyim, mama açtı. Қоншы açtı. Қара, папаң ішеді. Ей, папаң іш қой. Папасы іш қой. Бала ішпейін десе қинама. Іш, ашиын. Баланы қинама. Ашиында ішкенде бәле дейсің ғой, іш. Баланы қинама. Мен іш. Жаңа қасық бүтін кезде ішіп қойын керек еді сынбай атып. İşpeyim. Қара біле, қара, папаң ішіп қояды. Папасы ішіп қойшы ма? Көрдің ме? Әне. Ей, өле, папасы. Папаң дәрісіген. Папасы іш қой. Қара, балаң ішеді. Балаң ішеді бол. Іш қой сөйлеш бол. Қойшы мидас сен. Құрметті бір туғандар. Қанат, сөзің бөлсем айып етпе. Сценарийден бөлек жіктер, Қадырбайға рұқсат па? Мен білесіңдер, 2 жылдан бері жүрген қызым бар. Сол қызыма бүгінгі осы керемет Бішкек қаласында сөз салсам деп отырмын. Рұқсат болса. Ой, қол çalып қойыңыз. Жүзігі бар ма өзі? Қаяқ ет анау? Оның қызы Қазақстанда емес па? Қазақстан кетті? Ером? Сізден аларыңызда өнер өскен миллион командасы. Аман болыңыздар.